Қайырлы күн! Бүгін біз жаңадан келген партнермен не істеу керек екендігі жайлы сөйлесетін боламыз. Ең алғашқы қадам бұл новичокты арманмен жұқтыру. Ол саналы түрде жұмысқа аяқ басу керек. Екіншіден, оны үйге жіберуші болмаңыз. Ол өзін жайбарақат сезінбесін, бұрынғы қалпына, бұрынғы өміріне оралушы болмасын. Қайта оны сол жақтан бері қарай шығару керексіз. Новичокты жұмыс атмосферасына енгізіңіз. Бірден список құра деп тапсырма беріп, сіздің алдыңызда жаза бастасын. Тура сіздің көзіңізше. Ол 5 адам жазса оған, осы уақытқа дейін түрмеде отырдың ба, 5 қана бақылаушың ғана ауысқан десеңіз, ол жоқ деп айтады. Көршілерді жаздың ба? Жоқ. Мені жаздың ба? Жоқ. Сен партнерсің ғой деп, ал мен саған барлығын жаз дедім. Барлық таныстарыңды. Мені танисың ба? Таним. Онда мені де жаз. Толық тізім құрағаннан кейін бірден жаттығу жасап, хабарласа бастаймыз. Бірден. Оны үйге жіберіп қажеті жоқ. Тура сіздің көзіңізше ертеңге және арғы күндерге қоса кездесулер қойсын. Оларды өткізіп бірден анализ жасаймыз. Сосын тағы да кездесулер қоямыз. Осындай қалыппен күндіз түні жұмыс жасаймыз. Сол кезде ғана ол жұмыс мәнісін түсінетін болады. Сіз оған айтсаңыз, ол ұмытып қалады. Сіз оған көрсетсеңіз, ол кей нәрселерді есіне сақтамауы мүмкін. Ал сіз онымен бірге отырып жасасаңыз, ол оны ешқашан ұмытпайды. Әрдайым есінде болады. Сіз жақсы спонсор болып, онымен тізім құрап кездесулер ұйымдастырасыз. Бірінші күні солай, екінші күні тура солай, үшінші күні ол сіз болмасаңыз өзі жұмыс жасамаса, ақырындап түсіндіреміз. Сонда да түсінбейтін болса, логикаға сүйеніп айту керек. Жұмыс жасамаса не болатынын көрсету керек. Қазіргі өмірі өзгермейтіндігі, алдағы болашағы бұлыңғыр болатынын сезіндіру керек. Үшінші ретте ұқпаса, қаттырақ сөйлей бастаймыз. Шамына тиіп ойландыру керек. Оның миын іске қосу керек. Сонда да түсінбейтін болса, онда оны қоя салып жаңа партнер алыңыз. Басқаларды бай болуға көндіріп қажет емес. Басы істейтін адам болса өзі ақ келеді. Ал менде бүгінге осы. Видео ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса төменге жазсаңыздар болады. Сіздермен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.